Жалпы енді бізде медицинада репродуктивті жас дейді ғой. Ол жасты біздер 15 жас пен 49 жас аралығында, себебі сол кездерде барлық гормондардың, жыныс мүшелерінің жетіліп болған жасы уақыты. Дегенмен біздер гинеколог мамандары 18 жас пен 39 жас аралығында жас аналар осындай жас уақытта бала көтеріп жоспарласа деп ойлаймыз. Жоспарлау үшін алдымен 3 ай әйелде, жолдасы да 3 ай репродуктивті жаңағыдай дайындықтан өту керек, барлық тексеруден өту керек. Ол үшін керекті витаминдерін ішіп, анализдерін тапсырып, қай витаминдер жетпейді, қайсысы көп, солардың бәрін қалыпқа келтірген кезде денсау ұрпақ дүниеге келеді. Енді біздің Атырау облысында ондай жас аналар кездеседі. Жас аналар 15 жаста, 16 жаста, 17 жаста жас аналар кездеседі. Оның бәрі ерте жаңағыдай информация дейді ғой, информирование жас қыз балалардың ортасында. Бұл жерде мектеп жұмыс жасау керек, ата-ана жұмыс жасау керек, гинеколог жаңағыдай мамандар барлық жұмыс жасалу керек. Сол сабақтарды өткізіп жеткілікті жаңағыдай түсінікпен айтса, ол қыз балаларда ондай кездеспейді, азаяды деп ойлаймыз. Енді дегенмен облысымызда ондай жас аналар көптеп, жиілеп болып жатыр. Әрине, ол сұрағыңыз орынды. Біздің мамандарға ондай әйелдер кездеседі, жүктілік болып өздігімізден таблетка алып түсік тастадық деп. Ол әрине зиянды. Себебі деген міндетті түрде ол да бір малый операция дейді ғой, түсік тастауда малый операцияға жатады. Оның асқынулары болады, гормоналды асқыну, қан кету асқынулары, инфекциялық асқыну, даже кей жағдайларда операциялық жолмен жаңағыдай вмешательство жасап, даже деген септический состояние алып келеді инфекциялық асқынудың өзі. Сондықтан да дәрігердің кеңесінсіз ондай гормоналды түсік тастайтын таблеткаларды ішуге мүлдем болмайды. Оны аптекаларда даже рецептсіз жеке бермеу керек. Сондықтан осыған тыйым салынып, осыған заң қабылданса, ол бір жақсы болар еді деп ойлаймыз. Біздің елімізде әрине бедеулік орын алып жатыр, бедеулік өсіп жатыр жас жанұяның ортасында. Ол жалғыз әйелге байланысты емес, жалғыз қызына, әйел адамға байланысты емес, онымен қатар ер адамдардың да бедеулігі жиі кездеседі. Сондықтан жаңа айттық қой басында, жүктілікті жанұяны жоспарлау керек, жүктілікті жоспарлау керек, барлық дайындықтан өту керек. Ең алдымен бірінші зиянды әдеттерінен арылу керек. Жаңағыдай оның бедеуліктің әртүрлі себептері бар. Қабыну процестерінен, жаңағыдай гормоналды өзгерістерден, сосын жаңағыдай непроходимость маточных труб дейді, ол да сол қабыну процесінің салдарынан болады. Я болмас жаңағыдай спермограммада қабыну процестері болады. Сол бедеулікке алып келеді. Соны білу үшін ең бірінші емін жүргізбестен бұрын дәрігердің кеңесін алып, толық қанды тексеруден өтіп, оның себебін білу керек. Себебін білген жағдайда ол жүйелі ем болады деп сендіре аламыз. Жалпы біз айттық, репродуктивті возраст әйел адамдарда 15 жастан. Сол етеккірі келгеннен бастап, жаңа гормондар бір қалыпқа келеді, сол жаңағыдай етеккірі келе бастайды қыз балдарда. Бұл жерде енді гормоналды бұзылыс не себептер дейді, әртүрлі фактор бар. Стресстің факторы болуы мүмкін, я болмаса жаңа қыз балдарлар анасын ерте жоғалтып атады, жаңағыдай басқа да бір қорқынышты оқиғалар болып атады өмірде. Сол бірінші нерв жүйесіне әсер етуі мүмкін. Себебі гормон қай жерде түзіледі, мына ми қабықшасының астынан түзіледі. Сол мидан барлық түзілу процестері сол жерде пайда болады. Одан кейін мына дұрыс тамақтанбаудың әсерінен, себебі көп
жасөспірімде мысалы белок дейді ғой бізде, белок строитель организма да, ол нағыз мысалы фундамент құю үшін бізде белок жетісті болу керек. Сол белоктың әсерінен де дұрыс жаңағыдай гормон жас өспірім кезінде жаңағы жүйеге аспауы мүмкін. Оның бәрін әртүрлі себептері болады. Нерв жүйесінде жаңа айттым өзгерістер пайда болса, сосын ожирение, жаңағыдай қазір жасөспірім арасында толықтық, сахарный диабет, әртүрлі себептері бар. Оның бәрін жеке-жеке оны біз общий айтып кете аламыз да, жеке-жеке әр адам ең бірінші себебін білу керек. Қай заттың да себебін біліп, сосын барып уже ары қарай сол себепке байланысты бағыттап, емін алып сол жүйені реттеуге тырысу керек. Енді қабынуда әртүрлі себептерден болады. Қабыну жаңағыдай инфекциялық жұқтырған жолдармен де болуы мүмкін, салқын тигізгеннен болу керек. Үй жағдайында тек целенаправленно алып ана дәріні мына дәріні іше беруге болмайды. Ол организмде барлық зиянды әсерлерін, микрофлораны бұзады, во-первых. Сондықтан да дәрігердің кеңесінсіз үй жағдайында өздігінен ем жасауға болмайды. Аяғын жылыстау керек, дұрыс гигиена сақтау керек. В первую очередь дұрыс гигиена. Жаңа мектеп арасы, дәрігер арасында, ата-аналар арасында көп жаңағыдай беседалар жүргізу керек. Гигиена, етеккір келген кезде қалай күтіну керек. Салқын тигізбеу керек. Біздер мысалы қазір киімнің өзінде де жалаңаш, кіндік ашық жүреді. Ол, во-первых, бүйрекке салқын тигізеді, қуыққа салқын тигізеді. Оның бәрі малый тазда орналасқан жерде ол жыныстық мүшелерге әрине әсер етеді. Болашақта осы қабыну процестерінің салдарынан да бедеулікке әкеліп соғуы мүмкін. Жас ана, жас қыз бала ол өзін ең басты өзін күтіп, жылы күтініп, жылы сақтанып жүру керек. Менструалды цикл дейді, етеккірдің циклы, ол 21 күннен 39 күнге дейін жалпы қалыпты болып саналады. Егер де сол 39 күннен 9 күн, яғни задержка дейді ғой, келмей сол уақытында келмей жатырса, онда дәрігерге қаралу керек. Өзінің уақыты сол 21 күн мен 35-39 күн аралығында. Яғни бір апта, 2 апта ол 2 апта емес, 10 күн ғой, бір апта, бір апта 10 күн. Сол кезде етеккір, сондай етеккірдің циклы жалпы осы күн аралығында болады. Ауырсынудың өзі жалпы қалыпты жағдай емес. Ол гормоналды жаңағыдай түзілістердің, өзгерістердің салдарынан болу керек. Оның да себебін білу керек. Ауырсынатын болса, қатты ауырсынып жатырған жағдайда ол өздігінен дәрі ішуге болмайды. Себебін біліп барып, жеке-жеке дәрігердің қарауында болып, себебін выяснять етіп, сосын барып оны жоюға тырысу керек. Бірақ көпшілік қыздар олай істемейді. Көпшілік қыздар олай істемейді, яғни біздер тоже гормонға байланысты болғасын жерде тұрмысқа шыққаннан кейін, бала босанғаннан кейін оның бәрі гормонал түзілістер реттеліп, сосын барып басылып жатады да, дегенмен де жаңағыдай қатты адская боль деп ондай да болады да, соның себебін білу керек деп отырғаным ғой. Жүктілік кезінде жалпы ісінудің де өзінің 2 түрі болады. Лимфостазға байланысты ісіну, я болмаса 20 аптаға дейін ісіну, 20 аптадан кейін ісіну. 20 аптадан кейін, 22 аптадан кейін ісінетін болса, ол кезде біздер преклямсия дейміз. Ол акушерствода преклямсия, бұрын гестоз дейді, оны қазір преклямсия дейді. Ол кезде жаңағыдай бүйректің жұмысын тексеру керек, егер қан қысымы қойылатын болса, жалпы моча, қан анализдерін тапсыру керек. Зар анализінде белок көп шығатын болса, ол кезде жеке жаңағыдай өзінің акушер-гинеколог маманына барып, жүктілікті кейде біз осы ісіну салдарынан, қан қысым көтерілу салдарынан, жаңағыдай преклямсияның асқыну салдарынан кейде біздер жүктілікті аяғына дейін жеткізбей үзіп атамыз. Сондықтан өзінің
жаңағыдай протокол бойынша посещение уақыттары бар. Жүктілік кезінде дәрігерге қаралатын, сол дер кезінде қаралып, сол кезде жалпы зәр анализін тапсырып, белокты қарап, ары қарай қалай емделу керек екен өзінің жергілікті жеріндегі дәрігер айту керек. Ол үшін әрине майлы тамақ жемеу керек, алдын алу керек қой енді. Майлы тамақ жемеу керек, көп углеводтар жемеу керек, рациональный питание, дұрыс тамақтану керек. Келесі сұрақ, қатып қалған жүктілік неге қайталанады? Қатып қалған деген замерші беременность деген сөз ғой. Ол в первую очередь ол өзінен өзі әрине қатып қалмайды, оның әртүрлі себептері болады. Во-первых, инфекциядан болуы мүмкін, я болмаса жалпы қанның құрамындағы қанның түйіршіктерінің салдарынан болуы мүмкін, қанның дұрыс ұйымайтын факторлар бар, солардан болуы мүмкін. Оның себебін білу керек, бірінен соң бірін жүктілікті болдыра бермеу керек, толық тексеруден өткізіп, сосын барып келесі баланы жоспарлау керек. Эрозияны енді эрозия ол инфекциядан пайда болуы мүмкін, травмадан пайда болуы мүмкін, көп босанған аналарда, көп аборт жаңағыдай түсік тастаған аналарда пайда болады. Эрозия қыз балаларда болуы мүмкін, инфекцияның салдарынан болуы мүмкін. Ол эрозияны жаңағыдай біздер онкоцитология аламыз, мазок тоже дәрігердің тексерілуіне келіп, жаңағыдай қабыну процестері настолько поражениесі жаңағыдай зақымданған жері, зақымданған көлемі қаншалықты екенін білу үшін біздер онкоцитология алып, сол жаққа жібереміз. Онкологтар мамандары мен гинекологтар мамандары бірігіп отырып емдейді. Оны бірден ала салып күйдірудің қажеті жоқ. Жалпы қазіргі доказательный медицина бойынша эрозия жаңағыдай клиникалық белгілері болмаса, даже тимеңдер, шықмаңдар деп айтады. Клиникалық белгілер жаңа жыныстық қатынас кезінде қансырау, ауру, жаман иіс шығу, выделение болу, соның бәрі бұл эрозияның себептерінен болуы мүмкін. Егіз ұрықты бірінші баласы баспен келіп тұрса, біздер өзіміз не істейміз, босандырамыз. Жалпы консервативный роды дейді. Егерде бірінші ұрығы жамбаспен келіп тұратын болса, онда операциялық жолмен босандыру дейді. Жалпы өзі босануға болады. Оны босану бағытында КТГ дейміз, ұрықтың жүрек соғысын қадағалайтын бізде аппарат бар, анандай аппарат. Сонымен тексеріп, үнемі қадағалап тұрамыз. Егер екі ұрықтың біреуіне зиян келіп, зақым келіп тұратын болса, онда әрине операцияға болады. Жалпы енді өздігімен босануға жоспарлаған жөн. Жүктілік кезінде ол аспиринді болады ішуге, бірақ ол именно бастарының ауруына ішпейді. Жүктіліктің 12 аптасынан кейін біздер қанды сұйылтатын кардиомагнил, я бермесі, аспирин береміз 75 мг. Аспиринді ішеді, біздер оны жаңағыдай 36 аптаға дейін іш деп әйелдерге кеңес береміз, бірағында ол целенаправленно жаңағыдай бас ауру үшін бермейміз. Болады ішуге әрине. Бас аурудың себебін білу керек, неге ауырып тұрған, давление түсіп кеткеннен ауырып тұрма, давление көтеріліп тұрғаннан ауырып тұрма, просто так ала салып целый аспирин ішіп алуға болмайды. Давлениесі түсіп тұр. Бұл давление көтеретін дәрі ішуіне бола ма? Давление көтеретін болады ішуге, кофеин, қатты төмен түсіп кететін болса, алдымен енді кофемен, жаңағыдай жидкость ішіп, побольше дұрыс тамақтанып, ұйқысын қандырып, солай көтерген дұрыс та, бірден дәріге жүгінбей. Жүктілік кезінде ол изжога бірінші триместрде болатын жағдайлар, изжога, құсу, жаңағыдай токсикоз дейді. Одан енді жайлап бала өскеннен кейін барып құтылады. Енді қатты, опять-таки, тамақтануды реттеу керек бұл жерде. Рациональный питание, дұрыс жеңіл сіңетін тамақтар, жиі тамақтану, жаңағыдай минералды сулар ішу, газын кетіріп, тұзды сулар ішу, осылардың бәрімен кетіруге болады.